Бәйтерек холдингі еліміздегі көптеген мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асырады. Нәтижесі жоқ емес. 2016 жылдан биылға дейін 23 кәсіпорын 3,8 триллион теңге болатын өнім шығарған. Есесіне экспорттауда көбейді, жаңа жұмыс орындары ашылды. Холдингтің тағы қандай ілкімді істері бар? Сюжет көрейік. Бәйтерек холдингі еліміздегі негізгі даму институты ретінде көптеген мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асырады. Оның ішінде индустриялық инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасы, жасалған жұмыс орасан, мегазауыттар ашылды, яғни ол ірі салық төлеушілер мен жұмыс берушілер. В рамках ГПФ-2 было поддержано 23 предприятия. Жоба аясында 23 кәсіпорын 3,8 триллион теңге болатын өнім шығарды. Оның ішінде экспорт 2,6 триллион теңге болды. Осы кәсіпорындар 500 миллиардқа жуық салық төледі. Бұл біздің ел үшін өте ұтымды деп айтуға толық негіз бар. Сондай-ақ ішкі нарықта отандық өнімді тұтынушылар көбейді. Себебі холдинг тарапынан үздіксіз қолдау бар. Ауыз толтырып айтарлықтай тағы бір мәселе. Бәйтерек холдингі қолдаған кәсіпорындарда 6000-нан астам жаңа жұмыс орындары ашылған. Қазполиграфта өнеркәсіпті дамыту қорының қолдауымен 2014 жылдан бастап ауқымды техникалық жаңарту басталды. Бөлінген қаражатқа оннан артық жоғары технологиялық заманауи құрал жабдықтар Германия, Англия, Америка, Италия елдерінен әкеліп іске қостық. Жуырда мемлекет басшысының жарлығымен 10 ұлттық жоба бекітілді. Осыған орай енді индустриялық инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасы әл-ауқатты арттыруға бағытталған тұрақты экономикалық өсу ұлттық жобасына көшеді. Гүлзия Нақыпқызы, Асхат Қарақойшиев, Хабар 24.